Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгінгі видеомыз түс жоруға арналады. Бүгінгі тақырыпты түсіңізде пышақ көрсеңіз деп таңдадық. Құрметті көрермендер, біздің кейбір видеоларды YouTube сіздерге көрсетпей жатыр. Сол үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша, егер адам түсінде бір адамның пышақпен өлтіргенін көрсе, ол адамды қатты жақсы көретіндігін білдіреді деген. Ал егер де түсіңізде өзіңізді пышақпен өлтірсеңіз, сіздің тәубе еткендігіңізді білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде пышақ көрсеңіз, бір адаммен ара қатынасыңыздың бұзылғандығын білдіреді. Түсіңізде сізге бір адамның пышақпен шабуыл жасаған көрсеңіз, сіздің өміріңізде жауларыңыздың көп екендігінің белгісі. Ер адам түсінде пышақ ұстап тұрғанын көрсе, жақында балалы болатындығын білдіреді. Бойдақ жігіт түсінде пышақты өз орнына қойып жатқандығын көрсе, жақында үйленетіндігінің белгісі. Егер түсіңізде пышақты жұтып жеп жатсаңыз, сіздің күніңіз балаларыңызға қарап қалғандығын білдіреді, яғни сізді балаларыңыз асырап жатқандығының белгісі. Түсіңізде қолыңыздың кесіліп қалғанын көрсеңіз, сіздің өміріңізде келеңсіз жағдай болып жатқандығын білдіреді. Имам Наблусидің түс жоруы бойынша, егер сіз түсіңізде біреудің арқасына пышақ тығып алғаныңызды көрсеңіз, сатқындықтың немесе қиянат жасағандықтың белгісі деген. Егер түсіңізде ішіңіздің пышақтан жараланғанын көрсеңіз, өміріңізде қиыншылықтар болып жатқандығының белгісі. Түсіңізде қан боялған пышақ көрсеңіз, жайсыз хабар келетіндігінің белгісі. Түсіңізде бір адамның өліп жатқанын көрсеңіз, сіздің дінге бей-жай қарап жүргендігіңізді білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.